Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз этнос, автохтонды халық, қарасүйек, ақсүйек терминдері. Пән мұғалімі Дүйсенбаева Жұлдыз Асқарбековна. Сабағымыздың мақсаты автохтонды халық және этнос ұғымдарының мәнін түсіндіру, қазақ қоғамындағы ақсүйек және қарасүйек әлеуметтік топтарының ерекшеліктерін сипаттау, этностық және әлеуметтік құрылымдардың қоғам дамуындағы рөлін талдау, тарихи деректер негізінде халықтың шығу тегі мен әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктерін салыстыру. Адамзат қоғамының қалыптасуы мен дамуын түсіндіру үшін этнос, автохтонды халық, ақсүйек, қарасүйек сияқты ұғымдардың маңызы өте зор. Бұл ұғымдар халықтардың шығу тегін, этникалық ерекшеліктерін және қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттайды. Қазақ халқының тарихында этностық бірегейлік пен әлеуметтік жіктелу ерекше орын алады. Этнос – халықтың негізі, ортақ тілі, тарихы, мәдениеті мен дәстүрі бар адамдар тобы. Этностың белгілері – тіл бірлігі, территория бірлігі, ортақ тарихи тамыр және ұлттық сана сезім. Этностың негізгі белгілері – ортақ территория, ортақ тіл, ортақ мәдениет, ортақ тарихи тағдыр, өзін бір халық ретінде сезіну. Этнос дамуының негізгі кезеңдері – ру, тайпа, ұлыс, халық, ұлт. Қазақ халқы көптеген түркі және жергілікті тайпалардың тарихи бірігуі нәтижесінде қалыптасқан этнос болып табылады. Автохтонды халық дегеніміз кім? Автохтонды халық грек тілінен аударғанда осы жерден шыққан деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір аумақта ежелден өмір сүріп келе жатқан байырғы халық. Автохтонды халықтың ерекшеліктері: белгілі бір өңірдің тарихи тұрғыдан байырғы тұрғындары, сол жердің мәдениеті мен дәстүрінің қалыптасуына үлес қосқан, ұрпақтан ұрпаққа тарихи сабақтастықты сақтаған. Қазақстан аумағында ежелгі сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылар және кейінгі түркі тайпалары қазақ халқының этногенезінің негізін құрады. Сондықтан қазақ халқы Қазақстан аумағындағы автохтонды халықтардың тарихи мұрагері болып саналады. Қазақ қоғамында адамдардың әлеуметтік мәртебесіне қарай бөліну жүйесі болған. Негізгі екі топтың бірі ақсүйек. Ақсүйек қоғамдағы ерекше артықшылыққа ие болған әлеуметтік топ. Ақсүйектер қатарына хандар, сұлтандар, төрелер, қожалар кірді. Олардың ерекшеліктері: Шыңғыс хан әулетінен тараған деп есептелді, мемлекеттік билікке жақын болды, қоғамда беделі жоғары болды, кейбір лауазымдарға тек осы ақсүйек тобының өкілдері ғана тағайындалды. Келесі екінші топ қарасүйектер. Қарасүйек қазақ қоғамының негізгі бөлігін құраған қарапайым халық. Олардың құрамына би, батыр, бай, шаруалар, қолөнершілер мен малшылар кірді. Қарасүйек өкілдері тегіне емес, жеке қасиеттеріне байланысты танылды. Би, батыр сияқты мәртебелерге кез келген қабілетті адам жете алатын болған. Ақсүйек пен қарасүйектің айырмашылығына тоқтала кетсек, ақсүйек тегі арқылы анықталды. Яғни Шыңғыс ханның ұрпақтары, қожалар, хан, сұлтан, төрелер кірді, артықшылықтарға ие болды, билікке жақын болды. Қарасүйек қоғамның негізгі бөлігін құрады. Би, батыр, бай, шаруалар кірді, қызметі мен еңбегі арқылы танылды, халықтың көп бөлігін құрады. Этнос пен әлеуметтік құрылымның байланысы: кез келген этностың дамуы оның ішкі әлеуметтік құрылымымен тығыз байланысты. Қазақ халқының этностық қалыптасуы барысында әртүрлі әлеуметтік топтар қоғамның саяси, экономикалық және мәдени өміріне ықпал етті. Ақсүйектер мемлекеттік басқаруды жүзеге асырса, қарасүйектер шаруашылықты дамытты. Би мен батырлар халықтың мүддесін қорғады, этностық бірлік халықтың тұтастығын сақтауға көмектесті. Қорыта келе,
Этнос ортақ тіл, мәдениет және тарихи тағдыры арқылы біріктірілген адамдар қауымдастығы. Автохтонды халық белгілі бір аумақтың байырғы тұрғындарын білдіреді. Қазақ халқы Қазақстан жеріндегі ежелгі тайпалардың тарихи мұрагері ретінде автохтонды халықтардың жалғасы саналады. Қазақ қоғамында әлеуметтік құрылым ақсүйек және қарасүйек топтарына бөлініп, әрқайсысы қоғам өмірінде маңызды роль атқарады.